Сәлем достар, сіздермен мен Жұлдыз Айтокабокка ол менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біздің арнамызда жаңа сериал тақырыбы ұстаздар айтқанымдай. Енді бұны сіздер көп күтті деп ойлаймын. Бастаймын. Қой тұрайын мен, айтпашы мен кеше ғана бір жұмысқа тұрып едім ғой мектепке, жаңадан ашылған мектепке. Енді сол жерге кешікпей баруым керек. Так, ал мен бет-қолымды жуып келейін. Енді тамағымды ішіп алайын. Тамағымды ішіп болдым, енді тез-тез киінейін. Үстіме бүгін осыны киіп бара салайын. Әдемі сияқты. Мысығымда тамағы бар, су бар, онда алаңсыз кете берсем болады. Сағат жуым боқапты. Осы мектеп сияқты жаңадан ашылған. Кеше ана осы жерге кетем, бірақ балалар, ұстаздар жоқ қой. Қызым, сен кеше қыз? Апа, кеше қыз едім, жұмысқа тұруға келген. Мен директор екенін білетін шығарсың? Білемін. Қазір саған жаңадан келген ұстаздар мен ағайлар таныстырып өтейін. Қазір жүр. Міне, мынау сендердің жаңа серіктестерің. Жаңа серіктес қосылды ма не? Бұл енді балаларға сабақ. Достар, сәл қатып жатыр, мән бермеңіздер. Міне, бұл Айгүл. Ол балдарға тамақ жасап беретін ұстаз, короче. Асханада жұмыс істейді. Бұл Айдос ағай. Бұл Көркенбектен береді. Мынау Шұғыла апай. Бұл кітапханашы. Ал сенің атың кім? Менікі Мақпал. Жарайды, қазір оқушылар келеді, бәрің орнына барыңдар. Сені өзінің орныңа апарам. Мына қыз сұлу ғой. Мен қой өз орныма барайын. Қой, мен де өзімнің бөлмеме барайын. Және қыз сұлу ғой. Айдос оны жақсы көріп қалған сияқты, оған жол бермеймін мен. Ал мен сенің документтеріңді Документің бар ма? Сумкамда қазір алайын. Міне, жарайды. Болды, сен енді математикадан бересің. Жарайды. Сенің бөлмең төбеде, 3-ші қабатта. Сол жақта. Рахмет. 3-ші қабат деді, Осы сияқты. Қазір кірейін. Осы екен ғой. Мен қазір бұларға сабақ беремін, балаларға. Мынам өзімнің бөлмем. Бұл жақта ендім жоқ. Өзіме әлі ештеңе келген жоқпын. Документім тұра берсін. Кейін өзіме жарық, кітаптар әкеліп алармын. Қазір оқушылар келетін шығар, күте тұрайын. Сабаққа әрең жеттік қойды. Бірінші математика сабақ қойшы. Енді көрдім сабағымның бірі. Апай, бізден бұрын кеп апты ғой. Қалайсыңдар балалар, өздерінің қалаған орындарыңа отыра беріңдер. Мен де отырам. Артта орындар бос шығар, кейін тағы жаңадан қыздар ұлдар қосылар. Жарайды. Енді менің атым Мақпал. Аттарыңды таныстырып өтетін шығарсыңдар. Менікі Аружан, менікі Айгерім, менікі Ербол, Асхат, Сезім, Айару, Айша, сенікі Мақсат. Бәрлерінің аттарын енді дұрыстап жаттай алмадым, бірақ сәл білемін. Сенікі Мақсат, сенікі қателеспесем Мақсат, сенікі сен және не дедің? Айша. Сенікі Сезім, сенікі Айару,
Асхат, Ербол, Аружан, Айгерім. Болды, жаттап алдым. Сабағымызды бастайық. Екі жердегі 3 жом қанша, кім біледі? Апаймен жазсам бола ма? Айта ғой. 6 болады. Молодец. Келесін қояйын. Келесі 7-ні көбейтеміз 4-ке. Қанша болады? Апаймен шықсам бола ма? Ал 28 болады. Дұрыс. Келесі. Мынау соңғысы. Апай мен шығайыншы. Апай мен шығайыншы. Онда енді қызға жол білесіңдер, сезім шықсын. Жарайды. 10 болады. Молодец. Сендердің бәрің ақылды екенсің. Енді перемен болды. Мен өз бөлмеме кіріп кетейін. Бүгін математика күшті өтті. Сол ғой, 5 сабағансың ғой. Сол апай мейірімді жақсы екен. Математика ең сүйікті сабағым айналып кетті ғой. Шынымен. Енді кеттік кітапханаға. Мен кітапханаға бармайым. Кітапханаға барып келейікші, я. Бірінші қабатта ғой. Кітапханаға қателеспесек мына жерде. Апай кіре берсек бола ма кітапхана? Кім кірдет? Шығындаршы, кетіндерші бөлмейді ашытпай. Апай енді сіздің жұмысыңыз ғой, біз кітапханаға кіргіміз келсе. Кір, менен не сұрайсыңдар? Жарайды. Бұны апай, біртүрлі апай екен, сол ғой. Бұл апайды сабақтан шығарып жіберу керек қой, жұмыстан тойысты. Келіңдер балалар, отыра қойыңдар. Я, тамақшымыз келеді. Бүгін ауыр жұмыс істеп берген дейсіңдер ғой. Я, математикадан 5 алдық қой. Жаңадан келген апайларың жақсы ма екен? Я, өте жақсы екен. Жарайды. Ойбай, қалай дейікте, дым қамапты ғой, балалар кешіріңдер. Қалай дейікте, азық-түлікті енді әкелетін еді. Жарайды. Мына апай да бір ертерек білмеймі? Дейді, ашып қоса, жоқ қотым, хотя бір алма болсын болмай ма? Не болды олдар? Просто ой, тамақ ішуге асханаға барсақ, дым жоқ қой. Сол кітапханаға кірейін десек, мына апайды бір ұрсып, кітап оқуға жылайнам кетіп қалды. Жүріп кеттік. Қандай сабақ қазір? Сурет сабағы. Так, кірейік ішіне. Вау! Шәдемі қойнаның? Балалар бәрін келдіңдер ма? Онда бәрін жиналыңдар. Кезектеп отырыңдар. Жарайды. Суретті жақсы салатындар отырсын. Мен жақсы салам. Мен онша сурет саламайым. Вау! Енді көрсетейін сендерге. Алдымен алманың суретін салайық. Естіп келесіңдер да. Не өйсіп келесіңдер. Жарайды. Бос отқандар қағазға сурет сала беріңдер. Жарайды. Ұмытпаңдар, алманың суретін саламыз. Картинада сурет әдем болып тұр, соны салғым келіп жатыр. Мен гүлдерді салам. Картинадағы алмаға алмұртта болатын шығар. Құрт сала салам мен. Так. Балапан салсайыншы мен. Алма саламын мен, не салам мен? Алманың сурет дейма. Болдау, алмағы садау. Енді олардың
салғың келсе бет аузын саламыз. Міне үй салсаңдар. Мә, алманы сурет сал дедім ба мен. Ой. Барыңа тексеріп шығайын. Манағынан саласың ба сен? Жай салғың келіп кетті. Сен гүл сағансың сен. Сен тоже Аружан сияқты сағасың. Сен алма деген алмұрт деп түсінгенсің ба? Сен ше? Алма салды ұмыт кеткесің ба? Не құрт сап қойғасың? Сен тоже сурет саламайды екенсің. Енді тұр. Атың кім еді? Менікі ма? Айгерім. Айгерім молодец. Міне осылай салу керек қой адам. Алма деген соң өйстіп міне алманың суреті.